Сәлем баршаңызға. Бүгін сіздермен дәмді және де жұмсақ болып пісетін бауырсақтың рецептісімен бөлісемін. Мен оны үнемі өзім жасаймын және де дәмді болып шығатынына сенімдімін. Бисмилля. 600 грамм су қажет. Ең бірінші суымыз жылы болу қажет, ыстық та емес, мұздай да емес. Сосын бір ас қасық дрожжи қажет, ашытқы, свежий болған дұрыс. Менде пак майы. Сосын оның үстіне 3 ас қасық құмшекер қосасыздар. Құмшекерді қосу ол дәміне тәттілік беріп қана қоймайды. Ол сонымен қоса дрожжбен қосылған кезде реакцияға түсіп, қамырымыздың көтерілуіне әсер етеді. Сосын бір ас қасық тұз қосасыздар. Араластырып алыңыздар. Қатты көп араластырып қажет емес. Үстіне ұн қосасыздар да. Ұнды да азғантай қосып, араластырып, бетін жауып. 15 минут өткеннен кейін кішкене қамырымыз көтеріледі. Сол кезде 2 жұмыртқа, 3 ас қасық сұйық май және де ұн қосып жақсылап қамыр илеңіздер. Және де оны жұмсақ қылып илеп, 1 сағатқа жылы жерге қойып қоямыз көтерілгенше. Міне 1 сағат өтті, менің қамырым көтерілді. Оның қатты ашығанын күтіп қажет емес, өйткені сосын бауырсағыңыздан қышқыл дәм шығатын болады. Кішкене көтерілгеннен кейін уже жасап бастаймыз. Осылай бөліктерге бөліп, суала илеп, бетін жауып қойып қойыңыздар. Сосын біртіндеп алып, кәдімгі қамыр жаямыз. Қамырдың қалыңдығы осындай болу қажет, қатты жұқа да емес, қалың да емес етіп жайыңыздар. Қызып тұрған қазанға біртіндеп бауырсағымызды салып, пісіріп аламыз екі жағынан. Міне біздің бауырсағымыз дайын болды. Жасап көріңіздер, дәмін көріңіздер. Егер ұнап жатса, лайк басыңыздар, комментарий қалдырыңыздар. Ас болсын, жұма мүбәрәк болсын.